Бәріңізге сәлем. Үй жағдайында миксер мен қолдың майын алуды үйрететін боламын. Жалпы кімнің үйінде ешкі немесе сиыр бар, сол адамдарға пайдалы кеңес болсын. Осылай айранның бетіндегі қаймақтарын жинап, болмаса үйдегі қолдың қаймағын миксерлесеңіздер де болады. Бір ыдысымызға құйып аламыз. Яғни ол ыдыс бізде пластмасс болу керек. Темір немесе шыны ыдыстар болатын болса сынып кетуі мүмкін. Сол үшін пластмасс ыдыс аламыз. Және де бір ескеретін жағдай, біздің ыдысымыздың беті жабылатын жаңағы сливки, крем жасауға арналған ыдыс болатын болса өте керемет, себебі жан-жағына шашырайды. Сол үшін сіздер мен сияқты пластмасс ыдыс алыңыздар, болмаса кремге арналған арнайы ыдысты қолдансаңыздар болады. Жалпы алдағы уақытта этап-этапымен көрсетіп отырамын. Мінекей бастамасы кішкене қоюланып бастады. Тура сливкидің массасына ұқсайды, қоюланып бастайды. Қазір уже мен 10 минуттай болды миксерлеп жатқаныма. Қарасаңыздар, кішкене іртік болып бөліне бастады. Сливкимен жұмыс жасап жүрген, крем жасаған қыздар болатын болса, тура соған ұқсас қою массаға енеді. Жалпы біз жаңадан ешкі алғаннан кейін осылай артық қалып кеткен сүттерді ұйытып, жиналып қалғаннан кейін бетінде қаймақтарын алып жасап көрейінші деп едім. Шынымен де шықты. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Және де қандай техникаларды қолданасыздар, пайдалы ақпарат болсын, маған да жазып кетсеңіздер. Миксерлеп жатқаныма 15 минуттай болды. Уже менде сары суы майы бір-бірінен бөліне бастады. Бұл кезде ескеретін жағдай, жан-жағына уже сулары қаттырақ шашылып бастайды. Мен сол себепті бетіне майлық жауып қоямын. Жалпы негізі кремге арналған ыдыстарды қолдансаңыздар өте жақсы, өйткені оның жан-жағы жабық болады да шашырамайды. Ал жоқ болатын болса, мен сияқты майлықпен немесе басқа да нәрсемен жауып қойсаңыздар, бүркеп қойсаңыздар болады. Сонда жан-жағына шашырамайды. Мінекей менде кәдімгідей май пайда болды. Тағы да холодильникке салқын су басында салып қоямыз. Ол салқын суды немесе мұз салсаңыздар болады, ішіне су сеуіп майымызды алатын боламыз. Мінекей біздің майымыз дайын. Майымызға тұзын салып, бір күнге қалдырсаңыздар тоңып қалады. Солай ертесінен таңғы шайға берсеңіздер болады, пайдалана бересіздер. Пайдаңызға жарасын. Каналыма жазылып алыңыз. Алдағы уақытта жақсы кеңестермен, рецептермен бөлісіп отырамын. Ал біздің майымыз дайын, ең бастысы табиғи. Пайдаңызға жарасын. Каналыма тіркеліп алыңыз.